Қайырлы күн қымбатты телекөрермендер, оңтүстік телеарнасында ізгілік мекені хабары. Хабардың жүргізушісі мен Ербек Бакиев. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жазушы, драматург Сая Қасымбек. Саяпке сәлематсыз ба, қош келдіңіз. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып, осы 30 жыл аясында бір ел, бір кітап акциясына орай драматургия саласында сіздің жанталас кітабыңыз еніп отыр. Құттықтаймын. Бұл өте үлкен қуаныш. Осы жанталас кітабы жайында оқырмандарға, көрермендерге кітаптың мән мазмұны мен желісін бір ауыз түсіндіріп өтсеңіз, жанталас деп аталуы қалай болды? Неден жанталас болды? Шығармашылық сұхбатты осыдан бастасақ. Бұл жанталас негізі бірінші пьесалардың топталған кітаптың атауы ғой. Бірақ негізінен жанталас ең басты өте бір күрделі 19 ғасырдың басындағы патшалы Ресейдің саясатына қарсы бас көтерген соңғы қазақтың соңғы ханы хан кененің өмір баяны, өмір тарихы, күрес жолын баяндайтын. Бұл пьеса негізі әу баста хан кене деп аталған еді. Бірақ бұл пьесамды Түркістан қаласындағы Сазды драма театрында Қазақстанның халық әртісі Райымбек Сейтметов ағамыз сахналап жатқан кезде, әртістерге алынға түсіндіріп жатқан кезде, бұл жерде жанталас болып жатыр, жанталас болып жатыр деп осы сөз жиі айтатын. Содан келіп бұл пьесаның аты жанталас болып кетті. Өйткені бұның ішінде қазақтың тарихы. Сол кездегі онда мынау 1845 жылы қайтыс болды ол кісі. Сол кездегі мынау Ресейдің бүкіл мынау біздің шығысымыздың бәріне мынау қамалдар салып, қазақтарды ығыстырып, осы мынау шудың бойына қарай ығыстырған кездегі күрес жолы. Және мынау Ресейдің сол кездегі Романовтардың саясаты, патшалық Ресейдің саясаты, мынау өз бауырлас туыс қырғыздарды қазақтарға айдап салып, екі ортада үлкен соғыс тудырып, соның нәтижесіне хан кенені қырғыздардың бай манаптары басын шауып, Санкт-Петербургқа басын сыйға жібереді. Өздеріңіз білесіздер, осы жақында ғана осы әлеуметтік желілерде, телеарналарда айтылды, хан кененің басы оратылды, оралдық елге деп бас сүйегі. Сонда есептеңіздер, енді мынау 19 ғасырдың басында, ортасында, 1845 жылы ғой, енді бас шабылып Петербургқа кеткен болса, содан бері сол бас сүйегі қазақтың жеріне, өзінің туған топырағына енді оралды. Бұл өзі биылғы жылы өзім ойлаймын, ешқандай нәрсе кездейсоқ емес қой. Биылғы жыл сол бәр не деген сәйкестік, сол мынау жанталасымның биылғы бір ел бір кітап акциясына енгені, және хан кененің бас сүйегі сонау Ресейден қазақ жеріне оралғаны, бұнда бір тылсым бір байланыс бар деп ойлаймын. Әңгімемізді тәуелсіздіктен бастадық қой. Бүгінде тәуелсіздігімізге 30 жыл қаншама қиындықтарды да өткіздік, қуанышты сәттерді де өткіздік. Осы орайда айтыңызшы, біздің тәуелсіз мемлекеттің бүгінгі зор жетістігі қандай сіз үшін? Ең біріншіден тәуелсіздік деген сөздің өзі айтып тұр ғой. Біз 3 ғасырдан аса 4 ғасырға жуық Ресейдің боданында болдық. 4 ғасырға жуық. Содан біз өзімізге ең бірінші тәуелсіздік алдық. Бұл ең бірінші жетістігіміз. Екіншіден, мына осы тмд елдерінің ішіндегі тек Қазақстан ғана өзінің бүкіл шекарасын нақтылы бекітіліп алыпты. Мына жақында ғана мына тәжік пен қырғыздардың арасында соғыс болды. Неге? Шекара нақтылы белгіленбеген. Көрдіңіз, бұл жағынан келген кезде біздің бүкіл әр сантиметр, миллиметріне шейін шекарамыздың нақтылы бекітілгені мен ойлаймын үлкен жетістігіміз деп ойлаймын. Осы орайда тағы да келесі сұрақты қойғым келіп отыр. Жалпы оқырмандарды жіпсіз байлап алатын шығарманың авторы атану үшін жазушының басты қабілеті қандай болу керек? Көрермен алдамау керек. Көрермен сахнадан шындықты талап етеді. Өйткені біздің көшеде, қоғамда адамдардың жанын жүдететін, психологиясын кері әсер ететін келеңсіз жайттар өте көп. Сондықтан да ең бастысы драматург қолына қалам ұстаған кезде көрерменге шындық формасını шешу керек.
Ол сахнада болып жатқан уақиға мен көрерменнің көріп отырған арасындағы үндестік қабысып отыру керек. Сол кезде ғана шындық туындайды. Егер қаламгердің, драматург бір көбік сөзді көркемдеп не болса жаңағы адам санасына сыймайтындай, қабыспайтындай бір ғажайыпты әкеп тықпалайтын болса, ол жерде шындық болмайды. Сондықтан ең бірінші драматургке шындық керек. Сіз ұзақ жылдар бойы театр саласында, мәдениет саласында еңбек етіп келесіз. Осы үлкенді белгілі, елімізге белгілі өнер адамдарымен жүздесіп, танымал тұлғалармен дидарласып, пікірлесіп қызмет атқарасыз. Осы ұлы театрдың сізге сыйлаған тартуы қандай болды? Ең қарапайым мысал, пандемия болғалы бері адамдарда шектеулік болып қалды. Бір шектеулік ұшырады адамдар. Анан істеуге болмайды, мынан істеуге болмайды, көбінесе жұмысқа баруға болмайды дегендей. Шығармашылықтың маған сыйлаған үлкен бір сыйы, менде шекара жоқ. Еркін. Мен үйімде отырып та, мен автобуста кетіп бара жатып та, мен көшеде келе жатып та, менің миымда өзім шығармашылығым жүреді. Кейіпкерлермен бірге жүремін. Ол кейіпкерлермен біте қайнап жатам, сондықтан шығармашылықтың маған берген ең үлкен бір сыйы, сол менің мынау пендауи бір бітпейтін бір арпалыстан мені құтқарып қалған. Мен бір таза әдемі сұлулық әлемінде өмір сүремін. Сол деп ойлаймын. Театр дегенмен әңгімеміз жалғасып отыр. Бұл театрда қаншама қойылымдар қойылып, пьесалар, дүниелер көрермен назарына жетіп, ол көрерменнің ықыласына бөленіп жатса үлкен қуаныш. Ал жақсы дүниелер көрерменге жетпей тұралап қалып, жеңіл-желпі дүниелер сахнаға шығып кетіп жататын жалпы кездер болады ма? Ол кездегі сіздің әсеріңіз қандай? Театрда көркемдік кеңес деген болады. Ол көркемдік кеңесте қандай да бір жеңіл деп қараған дүниенің өзін көркемдік кеңестің талқысына түседі. Енді осы соңғы кездері бір анау айтты, бір шектен шыққан бір жеңіл дүниені мен көрмедім. Өйткені тіптен мынау комедиялық жанрдың өзіне бір жеңіл-желпі дүниенің де сахнадан көрерменге айтатын бір өзінің ойы болады. Бір ішінде бір түйіні болады, белгілі бір дәні болады. Содан жаңағы не дейді, жақсындан үйрен, жаманнан жирен деген нәрсеге келіп тірейді. Ал енді мәселен көрерменді әр күн сайын бір тарихи ауыр тұлғалық, жаңа тұлғаларға арнап қойылған бір драмалық трагедиямен үздіксіз қоя беруге тағы болмайды. Өйткені сен көрерменнің жалпы біздің көрерменіміздің біреу базардан шаршап келеді, біреу автобустан шаршап келеді деген сияқты, біреу жұмыстан, біреу үйдің пүшайман тірлігінен пүшайман көрерменге кей кезде бір сол жеңіл дүниеде қажет етеді көңіл күйі. Содан бір жадырап шыққылар келеді. Бірақ кез келген сахнадағы жеңіл дүниенің ішінде, былайша қарағанда жеңіл болып көрінгенмен, оның ішінде айтатын өзінің ойы бар. Сосын оның бір беретін бір өзегі болады оның ішінде ұстап тұрған. Содан бір өзіне нәр алып кетеді. Байланыс болады, міндетті түрде, онсыз болмайды ғой. Сіз пьеса жазғанда жалпы қандай нәрселерге көп көңіл бөлесіз? Менің негізі ең сүйікті тақырыбым тарихи тақырыптар. Сондықтан болар, Томириске де, Қожа Ахмет туралы, Ясауи қасірет деген пьеса жаздым, Хан Кене туралы. Сосын президент, менде негізі тарихи дүниелер өте көп, бірақ мен заманауи дүниелерге де қалам тартып жүрмін. Оларым көптеген сахналарда қойылып та жатыр. Осы ақпан айында ең соңғыла, енді әзірге соңғы енді ақпан айында Семейдегі Абай театрында менің бір пьесам Кешірмен деген премьерасы болды 5 ақпан күні. Заманауи тақырып. Астана жастар театрында да жүріп жатыр көп пьесаларым. Жан-жақта жүрген пьесалар. Мен тақырыпты ешқашан ауадан алмаймын. Маған өз көшеде келе жатсам, не болса әлеуметтік желіден оқып отырсам, не болса жай бір жүргіншінің қасымен өтіп бара кездегі бір ауыз сөзі, или көрген, не болмаса бір көрген бір уақиғам бір қатты бір жан дүнием қопарып жүретіндей әсер етеді. Сол әсерден туындайды. Мәселен бір сот деген драмам жаздым. Ол қойылды да, сол сотты жазған кезде мен таңертеңгісін жұмысқа қарай машинамен келе жатсам, радиодан, қазақ радиосынан бір енді диктор оқыды.
бізге атана шетелдегі қызының хатын әкеп берді. Сол хатты оқып берейік деді. Сөйтсе жаңа атананың жалғыз қызы болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға кетеді. Шетелге оқуға кеткен қыз сол жақта жүріп американдық отбасына түседі, солардың дәстүріне ауысады. Сонда жаңа хатында айтады, мен дастархан басына отырған кезде бұл отбасы менен сұрады, сен қай діннің адамысың? Мен мұсылман екенімді білемін, пайғамбар Мұхаммед екенін білем, ары қарай ештеңе айта алмадым. Олар дастархан басында ас алдында бір-бірінің қолын ұстап отырып, жаңағы Иса пайғамбарға рахметін айтып, сөйтіп барып асын ішеді. Мен осы сияқтан арман көгілдір көкжиектегі арманым Америкаға келдім. Арманыма қолым жеткіздім. Мен осында, осы америкалық жігітке екеуміз жүрегіміз қосылды. Мен осында қаламын деген хатын ата-анасы әкеледі дағы, мынаны сіздер оқыңыздаршы. Біз қызымызға, ол қыз былай хат жазған. Мен өзім ұлтым қазақ болғанмен, мен қан тамырымда қазақтық ештеңе жоқ, қасиет жоқ, қалмаған. Сондықтан мен Америкада қаламын дейді. Ананы сонда жаңағы ата-анасы мына хатты оқыңыздаршы. Ол кезде дәл сол болашақ бағдарламасы бойынша жастар жан-жаққа кетейін деп жатқан кезең туған. Сол болашақ бағдарламасымен кетейін деп жатқан жастар мынаны естісе, тыңдаса, ата-аналары ойланар, соларға ой салар деген. Соны тыңдаған кезде менің жан дүнием қопарылды. Сонда қалай болашақпен кемінде бір жылда 1000-ға тарта жастар шетел кетеді. Сонда соның жартысынан көбісі сояқта қалып қала берсе, біз мемлекет оларды оқытамыз қаржымызға, оларды сауаттандырамыз, білімін арттырамыз дағы, біздің есебімізден олар сыртта жат елге жемісін жегізеді. Сонда қалай болғаны? Бізге берер пайдасы қандай? Бізге берер біріншіден пайдасы қайда, екіншіден қалай ол жат елге өзінің ұлтын, өзінің елін айырбастап кете береді. Сонда әлгі не дейді? Ит тойған жеріне болып тұр ғой бұл жерде. Мені осы ойдан кеп, менің осы сот деген пьесам туындады. Бұны Астанаға алып барған кезімізде Түркістан театрымен Мырзатай Жолдасбеков деген академик ағамыз сахнада жылап тұр. Мына пьесаны бүкіл Қазақстан театрлары қою керек. Бұл қазіргі қан сорғалап тұрған жастардың алдында арасында үлкен проблема деп айтқан тұғын мәселен. Сол сияқты жаңа ғана Астана жастар театрында жүріп жатқан Лифт деген пьесамды жазған кезде де әлеуметтік желіге қарап отырсам, кішкентай ғана бір сөйлем, мынандай әшейін ғана бір қыз жазыпты, жасым 23-те, сүйетін жігітім бар. Жігіті маған үйленуге сөз салды. Бірақ мен күйеуге шығуға қорқамын. Себебі мен балалар үйінде тәрбиеленгенмін, мен өзімнің әке-шешемнің кім екенін тегімді білмеймін, мен тексізбін. Күйеуім, болашақ күйеуім менің бауырым болып шықса, не істеймін деген сұрақ. Соны оқыған кезде жан дүнием қопарылып түсіп бұл жерде де. Қалай болған сонда? Міне осыдан келіп 3 күн іштей қан жылап жүрдім. Содан осы Лифт пьесам туындады. Бұл пьесам жарыққа шығуда қызық болды. Бір күн бір азанда бастадым, сағат 4:30-да бітірдім. Осы кезде Астана жастар театрының Назерке деген қыз, сол жерде жүріп жатқан Наурыз Ару деген ертегім бар еді. Соның бір 2 парағы жоғалып қалған екен. Соған электронды варианты болса маған поштама салыңызшы деді, жарайды дедім. Сосын Саяпай не жазып жатсыз деді. Міне осы бір пьесаны бітіріп нүктесін қойып отырғаным осы еді дедім. Ол айтты, маған поштама салып жіберіңізші деді. Мақұл деп поштасын айдап жібере салдым жаңағы Наурыз Арудың 2 парағымен қоса. Сөйтсем ертеңіне сағат 11-лерде звондап тұр. Саяпай, сіздің пьесаңызды біздің театр қабылдады, 100% қолдады, оқыды, ұнады, приказ шығып қойды, бұйрық шығып қойды, сіздің пьесаңыз сахналанатын болды деп. Ертеңіне тәулігіне жетпей ең жылдам қойылған пьесам осы Лифт болды. Себебі бұның ішінде жаңа өзіңіз сұрап отырғандай көрермен тырп еткізбейтіндей ішінде үлкен проблема бар да, қоғамдық. Мынау тексіздену. Мынау ата-ананың жауапкершілігі сол туралы. Сондықтан болар. Қазір ізгілік мекені саналатын киелі орда қасиетті Қарашаңырақ кітапхана болса, өзіңіз кітапханаға жиі барасыз ба? Кітапханадан іздеген кітаптарыңыз таба аласыз ба? Құдай да өзі біледі ғой, кімді қай жерде жұмыс еткізуді, кімді қай жерде кіммен көрші алуды деген сияқты. Менің Шанин театрым мен Отырар кітапханасының екеуі қатар тұрған білесіз. Іргелеспіз. 2 ғимарат. Сол мен көбінесе мынау тарихи дүниені жаңа айттым ғой. Соңғы жылдары тарихи киноға да сценарий жазам. Сондықтан да ол әрбір тарихи дүние ол ізденістен тұрады. Ол бір нақтылы бір мағлұматтарды зерттеуім керек деген сияқты. Сондықтан Отырар кітапханасы
Мен ойға барам, мені қыздар біледі уже. Мен кіргеннен қаз-қатар тізіліп, менің кітабым бәрі отырар кітапханасының бүкіл кітаптар, тарихи дүниелер қолымнан өтіп жатыр десем, қате айтпаған болар. Сондықтан кітапханаға кірген кезде мен ерекше жақсы көремін. Кітапханаға кірген кезде бір кітаптардың иісі болады ғой бір әдемі. Сол кітаптың иісін жақсы көремін. Бірақ соңғы кездегі шыққан кітаптарда иіс жоқ. Баяғы біздің кезімізде кітаптар, ескі кітаптарды тастағанды жақсы көремін. Ескі кітаптарды тастаған бір әдемі бір иісі бар. Сарғайған парақтарының иісі де. Қазіргі типографиялардың краскалардың цветі иісі жоқ па қайдам, әйтеуір соңғы кездегі кітаптарда иіс жоқ. Сосын бұрынғы кітаптардың да өз парағы әдемі жұмсақ тиетін қолға. Бірақ кітапхана енді театрдан кейінгі менің бір қасиетті киелі кіретін мекен десем болады. Әр адамның өмірде жан жүрегіндегі оймен бөлісетін, жан сырласы, шер тарқататын, қуанышы мен қиындығын бөлісетін, бір жанына жалау, жүрегіне жылулық сыйлайтын жақын адам болады. Өнер адамдарында, жазушыларда ол көбірек кездеседі деп ойлаймын. Біз негізі мынау жасын келген сайын өз адамдар іріктеледі. Әркім өзінің жұмыс саласына қарай десем болады ма екен, әйтеуір бір шығармашылық адам болғаннан кейін ыңғайда бір ой үстінде жүресің, шығармашылық бір жаңалық іздеп жүресің, шығармашылық бір жаңа тылсым бір дүниелер іздеп жүресің. Бірден кейін бастаған кезде де тіптен сол ойында жүрген кезде ой бөлісетін, ішіңді мына жан дүниені кернеп кеткен кезде соны бөлісетін адам іздейсің. Мен көп жағдайда осы жағынан бөлісетінім өзімнің сол бәріңіз білесіздер оңтүстіктің мәдениетін ұзақ жылдар басқарған сол Күлия Смайылханқызы, Күлия ханым. Сол кісі екеуміз, ол кісі маған звондайды, мен мынандай бір нәрсе жазуды бастадым деп. Кей кезде екеуміздің ойымыз, бастаған тақырыбымыз бірдей болатынына таңқалып жатамын. Ол кісі ана жақта отырып, мен мына жақта отырып, екеуміз бір тақырыпты көтеріп қалатын кездеріміз болады. Сол кезде екеуміз де таңқалып қаламыз. Ойпыр-ай, мен де бастадым, сіз де бастадыңыз, бірақ екеуміз екі түрлі формада, бірақ тақырып идея біреуді, былайша қарасаң, қозғалатын ой бір. Сондықтан да мен көбінесе осы шығармашылық жағына келген кезде Күлия ханыммен көбінесе. Ал енді мына жеке өміріме келгенде өзімнің сонда 16 жастан бергі өзімнің құрбым бар, Күлшат деген. Түлкібаста тұрады, Ивановкада, сол екеуміз. Сосын өзімнің бауырым бар, сіңілім Рая деген. Мен анша былай шығармашылық адамдар, анша көп адам қажет етпейді негізі. Өйткені көп адамға шашыла беруді білмеймін, бәлкім басқалар шығар, өзім қажет етпеймін анша. Маған сол 2-3 адаммен сырласу, ой бөлісу, сол маған жеткілікті. Енді осы ізгілік мекенінің сұхбатының бір түйінді сұрағы болсын. Адам деген кейде тіршілікте қуанып жүреміз, мұңайып жатамыз, көңіліміз толмай жатады. Сіздің қуанышыңыз неде? Қаншалықты қуанышты жоғары бағалайсыз және жиі қуанасыз ба? Мен өзі ең бірінші азанда оянғаныма қуанам. Анау азан шақырады ғой, соны естігеніме қуанам, соны тұрғаныма қуанам, оянғаныма қуанам. 12 мүшем орында. Өз аяғыммен тұра алам, өз қолыммен бетімді жуа алам, өз аузыммен тамақ іше алам, көрем аяғым астын. Осының бәрі қуаныш мен үшін. Пердемді ашқанда қуанам. Құдай мына атқан таңды көрдім деп. Қаншама адам сол атқан таңды көре алмай қалады. Сонда мен өмірімнің 24 сағаттың әр минутын өзіме қуаныш деп қабылдаймын. Бәлкім бұған адам сенер сенбес. Мысалы, қазір отырмын, сізбен сөйлесіп отырмын. Мына жақта маған Ұлбике ханым қарап отыр. Ұлбике ханымға қараймын, оған да қуанам. Мәселен, мына жақта камерадан қанша адам біздің сұхбатымызды тыңдайды, солардың көңілінен шыға алсам, оған да қуанам. Өйткені адамның өмірі өзі біздің ертең қандай болатынымызды білмейміз. Ертең күніміз, мысалы, баяғыда біз 5 жылдық жоспар дегенді ойлап таптық партияның кезінде, Совет өкіметінің кезінде 5 жылдық жоспар деген болды. Ой, 5 жылдық, сіздер оны түсінбейсіздер, сіздерге тәуелсіз кезінде туылған жастарсыздар ғой. Біздің кезімізде 5 жылдық жоспар деген болатын. Ой, соны 5 жылдық жоспарды 3 жылда орындады деп жаңа ой, сұмдық керемет қылып жататын. Бізде сол жоспар құратын едік қой. Сонда маған алғашқы сол тәуелсіздік алған жылдар мына Қазақ Түрік университетінде мұғалім болып жүрген кезімде, театр ашылған кезде сол жақтан бір Түркияның бір азаматы, үлкен саясаткері, сол кісіге мен мынандай жоспарда, мынандай 3 жыл алдағы жоспарымды айттым. Осындай кезде біз өспекшіміз деген кезде ол кісі маған таң қалып, Сая ханым, 3 жылдан кейін сіз ол қалада боласыз болмас қайдан білесіз деді. Сосын мен қалай білмейді екенмін. Мен уже жоспарлап қойдым дедім ғой. Сосын ол кісі бүйтіп күлді. 3 жылдан кейін ол Алланың қолында, ол жұмбақ деп сөйтті. Сосын мен ойладым, осы түріктер осы
бұлардың еш жұмбақ, осы шетелдің, олар біз ол кезде капиталистер деп қараймыз ғой. Сөйтсем, кейін мынау Яссауи қасіреттің пьесасын жазар кезде, Құранды зерттеген кезде қарасам, бүгінгі күн тірі, кешегі күн өлі, алдағы күн жұмбақ дегенді оқығанда барып, аятты оқыған кезде барып қана Бақара сүресін, осыны айтқан екен ғой. Шынымен қалай мен ертең күнімді білем деп сол Құраннан осы аятты оқыған кезде барып мен тереңіне бойлаған едім. Шында біз ертең күніміздің қайда болатынын, сіз екеуміз қайда отыратынымызды білмейміз ғой. Сондықтан өмірдің сол жұмбақтығымен ғажап. Әрдайым қуанышыңыз тарқамасын, күліп жүріңіз, қуанып жүріңіз, бақытты болыңыз. Қуаныштан қуанышқа жете берейік. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жазушы, драматург, Жанталас кітабының сонымен қатар бірнеше кітаптардың авторы Сая Қасымбек болатын. Сая әпкемізге шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыз. Қадірлі көрермендер, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі хабарларда кездескенше аман сау болыңыздар.